Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ол аймақ Потатайлық аман есен ба? 60 апа 70 жерлеріңізге таратып жатырсыздар ма? Таратпасаңыздар өздеріңіз көріп жатқан шығарсыздар. Мына 2 күннен бері енді сіздер әлеуметтік желіні байқаған шығарсыздар. Қызыл алаңда кезінде біздің аталарымыз барып Қызыл алаңды жағып кеткен Мәскеудің Қызыл алаңында бір пикап тұр, жанында бір екі великелер тұр, қолына қателеспесем АК-47-ні алып алған, дрон атып түсіруге, дрон атып түсіріп дайындалып жатыр екен. Соны мынау 2 күннен бері Украина сол қалай айтсам екен, Мәскеуді атқылап жатыр дейді ғой. Соған Американың президентінің өкілі Кит Келлогтың қызы пост қалдырыпты. Енді күлкі етіп қалдырды дейді. Енді аты бірдеңе вообще Кит Келлогтың қызы. Кит Келлог танисыздар ғой, енді үлкен кісі. Сол айтыпты, мына 2 жігітке қарасаңыздаршы, 2 жігіт кезінде Украинаны 2 күнде алам деп тұр еді. Мына 2 жігіт қазір Қызыл алаңды қорғап тұр екеуі деп мазақтаған ғой, мазақтап салыпты. Одан кейін кім еді аты? Аты кім еді? Зеленскийдің генералдары мәлімдеме жасапты. 6 айдың ішінде Ресей 340 қанша деді? 6 тысяч деді ме? 350 мыңдай әскерінің айырылыпты дейді. Ол осы күзде, осы 2025-те әскерге шақырылған адамдар келіп Миясуровкадан өтіп жатыр деген сөз ғой. Ол айтыпты, енді екі жақтан да ешқандай пайда вообще Ресей алдыға қарай жылжи алмай тұр деп мәлімдеме жасаған ғой енді. Одан мынау санкция салды ғой үлкен мұнай компанияларына. Содан кейін биржа нарығында Ресейдің акцияларының құны 2-3 есе төменге құлдырап қызарып жатыр. Жаным-ай. Көзіңді жұмшы, қап-қара түнек бе болып жатыр ғой. Қап-қара түнек десе, бұл санкциямен өтіп жатқан күнім болып жатыр ғой. Мен кешедінде жатып енді ойлап қалдым енді. Мына буревестник деген енді қазақша аударғанда енді буревестник деген қазып кіріп кету деген сияқты шығар енді. Буревестник, бур деген біз айтыр бурмен бірдеңелер тесеміз ғой. Сол буревестник деген зымыран ойбай теңдесі жоқ. Ядролық оқтұмсық алып ұшады. Ядролық жанармаймен жүреді. Сағатына 8000 бірдеңке шақырым жүреді деп енді. Ой, Путинге мәлімдеме жасап, Путин мәлімдеме жасап отыр. Мен айтып сол өтірік олшы. Егер буревестнигі болса, бүйтіп АК-47-мен дрондарды қағып түсірмейді деп ойлаймын енді. Алдында да ойбай бізде баллистикалық зымыран бар, Орошник деген, ол енді оның теңдесі жоқ. Ол ұшса ешкім қағып түсіре алмайды деген еді. Біреуі сол ұшайын деп тұрған жерінде жарылып кетті. Бір-екі ұшта Украинаға қарап, бірақ Украина атып түсірді. Буревестникті де енді қағаз жүзінде мақтап жерден жеті қоян тапқандай қуанып жатыр ғой. Мен ойлаймын енді ол әшім бір бөспе әңгіме. Мына менің каналымды көретін Ресейге екі бүйрегі бұрылып қалғандар енді жағдайлары қиын болып жатыр. Комментарий жазып қайта сен не деп тұрсың, олай айтпа, Ресей великий ғой. Бір қырғыз бауырымыз жазып жіберді. Қанша жаман десең де Ресей жақсы, біз Ресеймен жақсы тұрамыз деп. Оның астында бір қазақ бауырымыз жазыпты. Сендерді ұрып жатса да Ресейді жақсы дейсіңдер. Біздің Ресеймен шекарамыз бар, сондықтан қанша тату көршіміз дегенмен, бірақ шекараға жақсылап әскери салаға көңілді бөлу керек қой. Одан кейін Лавров деген қатырыпты ол. Кезінде ядролық бомба тәуелсіздік алғызың біздің елде болды, Украинада болды. Сонымен Будапештте келісім болып, сендер ядролық қаруларыңды Ресейге тапсырыңдар, біздің қаруларды алып кетті ғой енді. Ядролық бомбаларды Семейге жарып алып кетті дейік. Украинаның да ядролық бомбаларын алып кетті, Чернобыльға жарып.
қалғанын алып кетті ғой. Сонымен кім айтады? Сол кезде мынандай кепілдік берген ғой. Қазақстан мен Украинаға ядролық елдер ядролық ел шабуыл жасаса, Ресей мен сол Европа елдері, сол кезде кепілдік берген елдері, Америка, біз кепілдік береміз, ешқандай ел шаппайды. Ел шабатын болса, біз қарсы тұрып береміз. Соның ішінде Ресей де болса, Лавров айтып отыр. Сол Будапешт меморандумында дейді, біз ядролық елге енді Украинаға шаппаймыз деп уәде берген ғой, шапқан елдерді қайтарамыз деп. Енді былай деп айтып отыр. Біз Украинаға шаптық, бірақ ядролық қару қолданбай жатырық қой. Ол жерде тек ядролық қару қолданбау жайлы жазылған деп тұр енді. Сондықтан бұдан кейін қалай сенесің, Тек өзіңе сенбесең, басқа ешкімге сенудің қажеті жоқ деп ойлаймын енді. Жалпы сондай. Деп бурвестник. Не болса да осы бурвестникті көрсеткен, Путин көрсетті ғой, мақтанды ғой. Мен ойлап тұрмын, Путин ары қарай соғыса береміз, бізде де қару бар, сенде анау аты қандай еді? Америка қару беремін деп жатыр ғой. Атын ұмытып қалдым ғой. Сол қаруды берсең бер, бізде де баллистикалық әлемде теңдесі жоқ, ядролық оқтұмсық алып ұшатын, және де ядролық былай айтқанда ядролық сумен жүретін бізде қару бар. Келсең кел, бір бет қараспай бір соғысайық деп жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Не деймін енді? Украина халқына бір видео шығарыпты. Ол жерде бір үлкен апа алдында да айтқан. Бүйтеді, Зеленский біздің президентіміз, егер Украинаны қорғап, Украинаның жерін бермей тұрса дейді. Ал Украинаның жерін беріп қойып, ойбай болды, Донбасс соларға кетсін, қалғаны бізге қалсын десе, ол біздің президентіміз емес деп айтқан екен. Бұдан артық сөз керек емес деп ойлаймын. Зеленский Украинаның президенті болып, қалай айтсам екен, нақты түрде қалсын деп тілеймін. Соғыс біткен соң ол да айтып жатыр, мен де жабысып қалған жоқпын. Кет десең кете салам, бірақ соғыста Украина жаққа шешілсе болды, мен тапсырып берем деп барып кетем деп тұр. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Не дейміз? Еліміз аман, жұртымыз ояу болсын. Жақсы.